Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне Асыл Даркенбайұлы, біздің ағамыз. Міне келдік. Қай жерге келдік? Асыл аға. Түсіндіріп көріңіз. Ассалаумағалейкум. Мынау Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы, Ақши деген ауыл. Мынау біздің аталарымыздың басына орнатылған кесене. Дәулетбай баба деген кісіге арнап орнатылған кесене. Бұны орнатқан кісі Ахат Аюбаев деген кісі болған. Таутурген ауылында тұрады. Қайтыс болып кетті ол кісі. Балалары бар, екі генерал баласы бар. Мұхтар Аюбаев, служба охраны президентінің бастығы, и Мейрам Аюбаев деген қазір куис дейді ғой, исправительный системада істейді. Екі ұлы генерал ол кісінің, осы ата бабаларына осы ескерткіш орнатқан Дәулетбай деген кісі. Бұл кісінің негізі бұрын қазақтар жаугершілік заманында жүре берген ғой, ары бері, мысалы батысқа барып жаудан қорғап. Мына кісінің қайтыс болған жері Шығыс Қазақстан облысы Семей жақта жерленген екен. Сондықтан топырақ алып келіп осы жерге ескерткіш орнатып, топырағын сеуіп, Құран оқытып молдаларға. Осындай кесене орнатқан болған Дәулетбай баба деген кісі. Мына қазір жақынырақ барған кезде көрсетеміз. Мына жерде мына ортасында тас орнатылған, таста жаңа шежіре, Теке деген атамыздан 4 ұрпақтар айтты, соның бәрі көрсетілген. Қазір жақынырақ барып көрейік. Тасты көрсетіп жіберсеңіздер. Аюбаев Ахат деген. Давай, алға, жүр, әдеке. Мықты салынған. Тас қой мынау. Гранит па жаңағы. Мынау шежіре таста бейнеленген. Мынау Дәулетбай деген кісі жаңағы ағаштың тамыры ретінде көрсетілген. Мынау тарайтын ұрпақтар жаңағы Сарыбай, Қара, Шақа, Ырысбай деген ұрпақтары. Осы бабамыздан тараған көрсетілген осы жерде. Қазір неге мұражайға барамыз, е? Иә, мына жерде Ұста Дәркенбай атындағы қолөнер мұражайы бар, соны көрсетеміз сіздерге. Бауырымыз қонаққа келген екен Алматы облысына, бізге, ауылға. Соның бәрін қазір өзіміздің ауылдың көркін, ауылымыздағы мұражай, музейді, осындай тарихи жерлерді көрсетеміз. Жүріңіз. Мына жазылған ұлы Бәйдібек баба, ұлы жүз Бәйдібек бабадан тарайды ғой. Албан, Суан, Дулат,Ысты, Ошақты, Шапрашты деген аталарымыз осы Бәйдібек деген кісіден тараған. Көрші ауыл бар, Бәйдібек би ауыл деп аталады, бұрын Маловодный деп аталған. Қазір десоветизация, декоммунизация деп жаңағы ауылдың атауын Бәйдібек деп ауыстырдық. Бұрынғы Маловодный ауыл. Сол Бәйдібек атадан тараған кісілердің ұрпақтары осында бәрі жазулар бейнеленген. Міне баба сүйегі Аягөздегі Батпақсу өзені бойында, Көктерек жерінде, Дәулетбай қойнауында жатыр дейді. Жаңағы осы кісінің жерленген жері Дәулетбай деп аталады екен, Семей жақтағы. Аягөз жақта. Түсінікті, жарайды. Міне мынандай. Вот я хотел бы добавить, вот смотрите, вот это вот тамга, да, сверху полумесяц стоит, и именно пирамида, это именно наше древнее, по сути, тюркское, казахское наследие. Вот, почему мы носим тумары, это в честь напоминания о том, что наши предки ушли в долину вот как раз Ергенихона, о которой я рассказывал, и там есть 3 горы, Ушкиян называется. В этих местах наши предки спаслись от какой-то вот катастрофы. И вот этот полумесяц, на самом деле, это символ Турана вообще. Позже уже в исламе турки вот прославили полумесяц. Это изначальный исток идет от нас. То есть символ Турана, это вот именно, видите, полумесяц не так стоит, как вот в исламе он вертикально, а он стоит горизонтально. Это как рога быка. Рога быка туранцы мы. Ну, были быкопоклонники в свое время. И как раз золотой телец, который описывается, вот где евреи. Я на своем канале говорил, что это наследие не евреев, а наше. И вот этот вот пирамида, которая сейчас во всем мире, и вот у нас даже в Астане стоит пирамида, это именно тоже символ Ергенихона, Ферганской долины. И мы носим тумары как напоминание о
наших вот этих вот предках. Иерихон деген жер бар ғой. Там Да. на Ближнем Востоке. Иерихон. Ага, да, вот. Это как раз все наше наследие, наших предков. И здесь как раз таки очень все правильно запечатлено. Тағы и бір поставлено. айта кететін жайт, мына бөлек және Сатай деген кісілер, осы кісінің Бәйдібек бабаның тарайды, жаңағы батырлар, бөлек батыр, Сатай батыр. Мына қазір архивтар ашылмай жатыр, мына Путин архивтар жауып тастады да. Мына бөлек батырдың жаңағы бір кезінде ана қатын патша Екатеринаға бір хат жазып сол жаққа апарған бір деректері бар екен. Сол бойынша қазір архивтардың ашылмауымен жаңағы сол бір тарихи ақиқаттар ашылмай жатыр. Соны біздің бір ағаларымыз айтып еді маған өткенде. Соны бір айта кетейін деген ғой. Жария, жүріңіздер мұражай. Айта бер. Мына қазір Ұста Дәркембай мұражайының қасына келдік. Мына жерде ескерткіш тұр. Жақынырақ түсірсеңіз. Бұл Ерғожаев Ахмет деген біздің атамыз. Менің әкем Дәркембай Шоқпарұлы. Әкесінен ерте айырылып жетім қалған кезде осы кіші әкесі, әкесінің інісі осы кісі тәрбиелеген, ұсталық өнерді, қол өнер шеберлігін осы кісіден үйренген, осы кісінің тәрбиесін алған. Мына жұмыс менің әкем жасаған, өз қолымен жасаған, мұстан жасалған. Өзінің жұмысы, авторский жұмысы ғой. Осы жерге орнатқан Ахмет атамыз. Поехали. Мынау мұражайдың алдында тұрған ескерткіш, менің әкем Дәркембай Шоқпарұлының ескерткіші. Қайтыс болғаннан кейін өзінің бірге оқыған досы Мұратбай Үмбетов деген скульптор, художник досы болған, Қызылордада тұратын ол кісі. Сол кісінің жасап, әкеп орнатып кеткен ескерткіші ғой. Авторлық жұмысы. Жақсы. Айта бер. Мынау Ұста Дәркембай атындағы мұражайдың алдында тұрған жәдігерлер көне тастан бұрынғы ата-бабаларымыздан қалған, менің әкемнің коллекциясынан қалған. Мынаны қарыңдаршы, ағалар, қалай вот древние технологии, да, говорят? Мынау ана жерді, бұрын трактормен жерді малалайтын мынандай не екен. Ат арбаға чегіп қойып. Смотрите, это ярое доказательство того, что в древности были технологии какие-то, да? Вот смотрите, вот это вот просто так. Да, рукой не сделать такое? Не-не-не, это специальные станки были. Древние цивилизации тоже. Конечно, брат. Лазер. Кемпір кимешекпен тұрған мүсіні көрдіңіздер ме? Тастан жасалған. Мынау образ міне адамның бейнесі көрдіңіздер ме? Ага. Мынау да сондай. Аталардың бейнесі. Это, наверное, еще со времен Саков, да, наверное? Нет? Как думаешь? Мүмкін. Древние. Радиоуглеродный анализ есть. Вот им можно, да, узнать так. Білуге болады. Міне, Алматы облысының мәдениет архивтер және құжаттама басқармасы мемлекеттік мекемесі Ұста Дәркембай атындағы қолөнер музейі мемлекеттік. Государственное управление культуры, архивов и документации Алматинской области, музей прикладного искусства имени Ұста Дәркембая, государственное коммунальное казенное предприятие. Ол міне мұражайдың ішіне кірдік, Диас бауырым. Мынау менің әкемнің өзінің жұмыстары, мына автопортрет. Бұрынғы жас кезіндегі суреттер, мына Казатком деген ауыл бар мына жерде. Көрші ауыл сияқты туып өскен. Осы Ақшиде туған, Казатком ауылында өскен сол. Мектепте оқыған суреттер анау. Мынау әкемнің жасаған жұмыстары, ағаш ұстасы болған, темір ұстасы болған, тастан, теріден бүкіл материалдардың бәрімен жұмыс істейді. Мынау әкесі иә, мынау портрет. Мынау Кәрім Ахметов деген суретші досы болған. Жасы 50-ге толған кезде, 91-ші жылы. Осы суретті 45-ге толғанда ғой, 45-ге толғанда осы суретті салып сыйлаған. Мынау жұмыстары, суреттері. Мынау атамыз Шоқпар деген кісі. Мына кісі Жұмагүл деген апамыз, шешесі менің әкемнің. Мына жерді көрсетіп өтейік. Мынау жаңағы Ахмет атамыз, мынау да әкемнің жұмысы, ағаштан жасаған мүсіні. Мынау жаңа Мұратбай Үмбетов деген ескерткіш жасаған досының дипломдық жұмысы мынау. Каспийде худграфта оқып жүрген кезде дипломдық жұмысын жасаған. Мынау көне торсық деген ыдыс, біздің көшпенді ата-бабаларымыз теріден жасаған осындай ыдыстан. Мынандай ыдыс Совет өкіметі орнаған кезде жасау технологиясы жоқ болып кеткен ғой бізде. Соны әкем осыны Гоголь атындағы художественный училище дейді ғой. Сол жақта оқып жүріп осыны зерттеп, осыны торсық бойынша дипломдық жұмысын жасаған. Ол кезде қазақ қолөнерінен дипломдық жұмыс қорғау үшін
Мәскеуден рұқсат алады екен. Сол Мәскеуден рұқсат алып осы қазақтың қолөнерінен дипломдық жұмысын қорғаған. А нелері бар ма жаңағы? Записи, как это делается? Менің әкем жазған кітаптар бар, оның бәрін көрсеткен сіздерге. Мынау ең алғашқы жұмыс екен менің әкемнің. Ана отын жарып жатқан кезде мына масканы, ана аузын көріп тұрсыздар ғой, бұтақтың орны екен. Отын жарып жатыр, мынау бұтақтың орны жаңағы балтамен жарылмай қалған ғой. Содан осы қарап отырып маймылға ұқсатып маска жасап жіберген екен да. Алғашқы жұмыстардың бірі мынау армияда жаңағы Пермь деген Ресейде қала бар ғой, сол Пермьде служит еткен. Жүрген кезде анасы қайтыс болып кеткен, сол жерде өлең шығарған. Ақындықта өнері болатын ол кісінің. Мынау алғашқы әкем шыққан кітаптарға публикация жасаған кездері мынау өзінің жазған кітаптары бар мына жерде. Мынау мәдениет журналына шыққан құрмет грамоталары. Дәркембайдың дегендері деген кітап жазған Камнұр Тәлімұлы деген кісі. Бұл кісі жүрген жері анекдот кісі болатын, өзі айтқан сөздер жаңағы афоризмдар, цитаталар деген сияқты. Мынау өзінің авторлық, міне жаңағы сіз айтып отқан технология, жасау технологиялары бар, қазақтың қолөнері, ағаштан, теріден, темірден, ювелирка дейді ғой жаңағы. Мынау соңғы кезде Тұманбай Молдағалиев деген ақын бар, бұрынғы гимннің авторы. Сол кісімен бірге түскен сурет анау. Екеуі бір ауылда осы Ақшиде туып өскен. Екеуі жолдас болатын. Нұрлан Өнербаев, Зағипа Балиева солардың бірге түскен суреттер. Мына жерде сурет бар, Мұстафа Шоқайдың мүсінін жасаған Шиелі қаласында, мәдениет үйінің алдында Мұстафа Шоқайдың скульптурасын жасап, сол жерге орнатқан 2000-шы жылдардың басында, 90-шы жылдардың аяғында. Қазір Мұстафа Шоқайды жаңа ақтап алып жатырмыз ғой. Туркестанский легион деген бар. Сол кісінің өмірбаянын зерттеп, кезінде сол кісінің мүсінін жасаған. Глинамен саз балшықтан жасаған кезі. Өмірбаянды жазып, кітап ретінде шығарған жоқ? Жоқ, шығарған жоқ, тек мүсінін жасады. Өмірбаянын зерттеп. Соңғы жылдары бұл кісі Жүргенов атындағы өнер академиясы бар ғой, сол жерде заведующий кафедра меңгерушісі болып жұмыс істеген. Мынау әкеміздің мүсіні. Мына жерде алған марапат наградалары ең Қырғызстан бұл кісіге академик атағын берген. Өзіміздің Қазақстаннан жаңағы еңбек сіңірген қайраткер атағын елбасымыз берген. Жаңағы атақ еңбек сіңірген қайраткер деген. Мына жәдігер ағаштан жасалған ертұрман дейміз ғой. Ертоқым. Мынау ашамай деп аталады. Бұл жаңағы бізде қазақ баласын сүндетке отырғызып, кішкентай кезінде 4-5 жасынан бастап атқа отырғызған. Сол кезде бала жаңағы аттан құламас үшін осыған отырғызып, жан-жағынан байлап, атқа отырған бала мынадан құламайды екен. Сонда не қалташаларға аяғын салып қоймай ма? Жоқ, қоржын ғой, аяғы бөлек. Мынау ағаш үзеңгілер бұрынғы көне. Мынау да жаңағы торсық ағаштан жасалған ыдыс. Мынау қазанның астына қойып қоятын мынандай бір ағаштан, тұтас ағаштан жасалады мынау. Байқасаңыздар. Өте күрделі еңбек болды. Біздің ата-бабамыздың шеберлігі ғой бұның бәрі. Мына бір суретке менің анам. Қыз, әке шешең, е? Ал енді мына мұражайда көріп жатқанда бағанадан көрсетіп жатырмыз ғой, жәдігерлер бар. Алматы қаласында 28 панфиловшылар паркінің ішінде Ықылас атындағы музыкалық аспаптар мұражайы бар. Сол мұражайдың ішіндегі жәдігерлер бар, жаңағы домбыра, аспаптар, қобыз сияқты неше түрлі музыкалық аспаптардың бәрін әкеміз Дәркембай Шоқпарлы өзінің шәкірттерімен бірге жасап кеткен болатын. Себебі сол музейді ашу инициативасының өзін Дәркембай Шоқпарлы қозғаған болатын. Ол кезде мәдениет министрі Өзбекәлі Жәнібеков менің әкем Венгрия, Мажарстанға барып, сол жерде музыкалық аспаптар музейі бар екен көріп, Қазақстанға келіп, мәдениет министрі Өзбекәлі Жәнібековтың приемына кіріп, бізде Қазақстанда музыкалық аспаптар музейін ашу керекпіз деп ұсыныс айтады. Сол жерде Өзбекәлі Жәнібеков, біз оған экспонатты қайдан табамыз деген сияқты сұрақ қойған кезде Болат Сарбаев деген коллекционер болған екен Қазақстанда. Музыкалық аспаптардың коллекциясы көп болған ол кісіде. Кейін ол кісі келісе алмай, ол кісі экспонаттарды сатпай қойды өкіметке.
содан бүкіл ішіндегі жәдігерлердің бәрін Дәркембай Шоқпарұлы шәкірттерімен жасап шығады жаңағы. Қолмен, иә. Бір жылдың ішінде ма сондай. Соның бәрі фото нелер бар жаңағы бізде. Схема, да. Ана жақта көрдім, домбыра қалай істеліну керек, кішкене кітаптар. Сыртында бір қобыздың скульптурасы тұр ағаштан жасалған, соңында жасап жатқан бәрі суреттер бар бізде. Мынандай тоже көне заттардың мынандай коллекция тоже. Медный кувшин бар. Осыдан жасалған. Мынау ағаштан ыдыс болған. Мынау асық деген нәрсе жаңағы. Қазақтар жатып істейді ғой бәрін, жатып тамақ ішеді. Жастықты қойып қойып қолыңды бүйтіп неткенге ыңғайлы да. Жатқанға. Мынау жез жаңағы. Латунь деген металл. Жез мыс дейді жаңағы. Содан жасалған көне заттар. Ағаш ыдыстар. Уж сен руыңмен деген не? Қалай? Уж сен руыңмен. Если ты погибаешь... Да, типа сразу оптом деген. Не надо, да. Просто все правильно. Халықпен бірге болғаннан. Иә. Мынау не? Мына бұрынғы жаңағы жиһаз дейді ғой, қазақ үйдің ішінде тұратын жиһаз, сандықтар. Қыз баланы жүгі дейді жаңағы. Мынау біздің ата-бабамыз вешалка ретінде қолданған бақан. Мұнда киімдері өте ыңғайлы да мынау. Бақа? Переносной бір жағынан солай. Мобильный. Асатаяқ деген сияқты сандықтар. Асатаяқ не үшін? Сол біз жаңағы сіздер айтасыздар жаңағы. Кімдерде осындай таяқ пайдаланған ғой жаңағы. Мына аспап сияқты ғой музыка. Иә, асатаяқ деп аталады ғой. Бұған не үйретіп болған сиырларды, қойларды не келуге. Мысалы, қарсаласың ғой, әркімнің өз несі болады, не істесең, саған тартылады. Мына авторлық жұмыс, әкем осындай үлкен ағаштардан осындай жиһаздар жасайтын. Стол сияқты, стол сияқты. Мынау диірмен тасы. Кезінде ана не бидай, мынау арпа. Ага, тоже, да? Ручная работа, да? Қолмен жасалған. Мынау да қолмен жасалған жұмыс, мүсін ғой, адам басы. Мынау суреттер, Пилыбаев Нұрлан деген художник ағамыз бар. Қазақстан бойынша өте мықты суретші деп санаймын. Осындай Алматы қаласында байқаған шығарсыздар, остановочный комплекстардан, Әл-Фараби, нем бойында осындай қазақтың қыздарды. Осы кісінің жұмыстары барлық жерде осы. Осы қазақ. Мынау қандай инструмент? Қазақтың инструмент? Бұл қазақтық емес, бұл жаңағы дутар, рабап, жалпы осы түркі халықтарының, түркі елдерінің несін жинай беретін біздің әкеміз. Негізінде менің ойымша біздікі де сияқты сондай. Мынау мысалға мына қырғыздың қомызы. Қомыз деген, мынау қазақтың қобызы. Мынау домбыра, менің ағам бірінші классқа барған келді, 79 жыл. Авторлық жұмыс, оюмен жасалған, әкемнің жұмысы. Мынау астындағы не? Бұл да қобыз ғой. Сонда қобыз, да? Мынау мына зат бойынша айта кетейін. Ортеке деп аталады. Бұл да кезінде совет өкіметі кезінде несі жоғалып кеткен кезде. Мына жақтан леска арқылы домбыра тартатын адамның қолына жалғанады да. Домбыра тартқан кез под музыканы билейді. Осы бойынша менің әкем еще мынау барабан сияқты, осы бойынша менің әкем мақала жазып осыны жаңғыртып кеткен. Бұл да жоғалып кеткен ғой негізі. Мен көрген бір кинодан осы. Мен көрген жоқ. Балалайка. Вообще негізінде осы бүкіл балалайкалардың домбыра біздің от нее. Скрипка, бәрі домбырадан шықты. Мынау да жаңағы Пилыбаев Нұрлан деген ағамыздың суреттері өте осындай ұлттық нақышта да. Мына көне заттар, мысалға күшті музей вообще маған ұнайды. Біздің атамыздың бір почергі бар, өзіміздің жаңағы Шоқпар атамыздың жұмысы, белбеулеріне. Мынау негізі кемер белбеу, кісе белбеу деп бөлінеді қазақтарда. Женский белбеулер қалың болады. Кейбіреулер қазір тағып жүр, ол дұрыс емес. Еркектің белбеуі кішкене жіңішкерек болады. Мынау кемпірлер жаңағы үлкен кісілердің тағатын. По-армейски айтқанда портупе бізден шыққан. Күмістен жасалған бәрі күміс. Мынаның бәрі күміс. Бұрын осындай дәу массивный білезіктер таққан ғой, көрдіңіздер ме? Ата әжелеріміз, әжелеріміз. Так, мына жер немене? Бұл музыкалық аспаптар, тоқылдақ мұнда жазылған. Қанша бізде болды, кезінде бәрі ұмытып кетті. Сылдырмақ, тоқылдақ деген сияқты. Больше 50 штук. Я когда начал изучать... Мынау немене? Қобыз ба? Бұл да жаңағы
неде Жүргенов академиясы сияқты композиция деп аталады жаңағы студенттердің жасаған. Ну это не инструмент, Жоқ, это просто как композиция. Иә, түсінікті. Декор. Түсінікті. Мынау оларны састырнай деген саздан жасалатын шаң қобыз Якутия, Чукотка, шаң қобыз. Они сохранили, по идее, до сих пор, да? Бізде де бар не? Бізде бар, Мынау эмаль дейді, көрдіңіздер ме, цветной не тұр ғой? Эмалированный не дейді, тазик дейді ғой қазір. Бізде қазақта лажы деп аталады екен, осының жасау технологиясын да зерттеп, әкем осындай жаңғыртып кеткен осы. Лажылау деп аталады. Біздің бұрынғы ата-бабамыз. Мынау ертоқым, бұрынғы көне ертоқымдар ма? Мынандай формадағы ертоқымдар ма? Көріп тұрсыздар ғой алдында. Мыналар найман ер деп аталады. Бұрын жаңағы біліп отырған, сен қай рудан, қай жерден келіп тұрсың, ертоқымнан біліп отырған. Жаңағы как Отличительный знак. Қыпшақтың бұл басқалар, мынау да мысалы. Енді целый елдер болды ғой. Мынау да мысалы найман ер. Көрдіңіздер ғой. Мынау бүркітшінің нелері, мынау тұғыр деп аталады. Мұнда бүркіт отырады бүйтіп аяқтарымен. Мынау томаға басына кигізетін. Мынау жаңағы менің әкем жасаған композициясы бүркіт қасқырды алып отырған. Көрдіңіздер ғой. Анау балдақ деп аталады мынау. Ана бүркітші қолы шашып қалып кеткен кезде бүркіт ауыр ғой. Ана жерге қолын тірейді да бүйтіп ертоқымына бүйтіп тіре алып бүйтіп жаңағы. Нагрузканы алады да қолынан. Мынау мысалға жәдігер кезінде мынау шынымен де не жаңағы тарихи. Онда Османды бір жерінде жазылған, неден табылған ғой мынау. Мына тұтқасы сабын сүйектен менің әкем жаңғыртқан. Абылай мынау негізі музейлік экспонат мынау өзі. Қанжар ғой. Кольчуга, да, вот это тоже. Реально. Мынау сауыт кейін жасалды. Мынау қақпан жаңағы аңшылардың несі. Шәңгек деп аталады ана. Бүйтіп лақтырып тауға шығады ғой. Ниндзялар анау пайдаланды ғой. Біздің ата-бабамызда. Мынау жаңағы ұстаның аспаптары, инструменттер. Мынау да жаңағы Қилыбаев Нұрлан жұмыстары осындай. Вот мінекей, біздің қазақтың Сберкудан. В центре и на севере Казахстана бүркітшілер, мықты бүркітшілер бар. Вот хотел бы отметить вот такой момент. Вот смотрите, знаменитый русский калаврат, да, который все называют, или славянский, или, как сказать, немецкий вот этот свастика. На самом деле корни идут от нашего тенгрианского шанрак. Это шанрак, у всех воинов всегда был вот этот шанрак. И крест берет начало тоже с шанрака. Обратите внимание, это наше наследие. Ана жаңа кемер белбеу деп айттым, ер адам белбеу, мен көрдіңіздер ғой, осындай кішкене жіңішкелеу болады. Ал жаңа қазір андай мода болып жүр, неше түр чехол, ата-бабамыз пайдаланған Чехол. Чехол. Насыбай шақша, мына жаққа ілетін нәрселер, пышақ, жаңа кезік дейді ілетін нәрселер. Мынау жоқ, мынау да жаңа декор ғой. Мынау не жүген. Мына бәрі реставрациядан өткен, кезінде металлы көрдіңіздер ғой, мынау. Қара темірге сыртынан күміс жабатылған. Бұлай негізі темір, сыртынан күміс жабатылған. Ана қайыстары шіріп кеткеннен кейін бәрі реставрация жасаған ғой біздің ағаларымыз. Мынау үзеңгілер. Мынау жаңағы мебель, менің әкемнің авторлық жұмысы мынау. Жиһаз. Мынау қошқар, қошқардың басында. Мынау бар, ішіне виски сатып қойсаң. Теперь хотел бы вот еще добавить, Агалар, вот почему у нас архар, почему вот у нас архар, да, вот, потому что также по древним верованиям, вот, ну, кочевым, архар это символ солнца идет. Поэтому у нас по всему Казахстану вот архары везде вот до сих пор вот, это наследие тоже, можно сказать, предков. Именно вот архар. Да, вообще. Смотри. Так, всех приветствую. Хотел объяснить, почему нас казах домбра. Как вы помните, перед тем, как мы наступаем, люди перед нами разбегались. За 50, за 100 километров уже территория была чистая. И почему нас казах домбра? Каждый казах должен был домброй владеть, потому что это был боевой инструмент. Если у кого воображение работает, представьте, идет, получается, 10-тысячная армия, перед ними идет 2000 домбристов, и они одну мелодию играют, и еще и горловое пение, вот именно горловое пение, это звуковой удар идет перед нами, на 50 километров, страх,
Это как гром получается. Одну мелодию 2000 дамбристов и горловое пение. Поэтому вот люди до сих пор боятся, вот в Китае получается, вот славянские народы, горловое пение, у них прямо животный страх, вот трепет, вот прям мурашки по коже. Я потому что с ними разговаривал. И как впечатление, говорю, о, мурашки по коже. Қытайлар бар ғой, алматыдағылар, орысша сөйлейтін. Оларға специально ставил, мурашки по коже дейді. Вот получается. Вот теперь давайте обратим внимание, да, смотрите, здесь получается шкура тигра наложена. То есть раньше тигры водились у нас здесь, которые были истреблены во время, да, Российской империи. Тигры, да. Дальше. Вот здесь вот то же самое, обратите внимание, вот смотрите. Это что у него? Нацистская свастика, что ли? Это наш тигрианский крест, то есть шанрак. Ну вообще, о чем он говорит, то, что есть 4 стороны света. Дальше сейчас вот, видите, золото саков, которые находят, вот один в один, как раз такие вот, то есть прямые наследники И саков. вот эта голова, она не просто ее носили, там, получается, были звуковые вот эти, получается, различные... Свистушки, и, да? и когда он скачет, получается, там тоже вот такой звук. Да. То есть прекрасная картина, да, прекрасная вообще. Отражает именно вот эти вот тонкие моменты надо знать обязательно. И даже вот эти наши звериный стиль, кошкар мүйіз, оюлар, вот эти орнаменты, это тоже передает как раз таки древнее вот это вот наследие предков. Ага, айтамыз. Мынау жаңағы Дәркембай Шоқпарұлының суреті ұстап алған ғой, кісінің негізгі мамандығы. Мұнда жаңағы сол кісінің бейнеленген, жаңағы автор Қилыбаев Нұрлан деген суретші ағамыз. Осы туралы бір әңгіме айтып кетейін, мен әкемнің аузынан еститін. Қолында тұрған қысқаш деген инструмент, аспап. Ұсталардың пірі Дәуіт пайғамбар дейді, Давид дейді ғой жаңағы. Дәуіт пайғамбар болған екен. Ол кісі ұсталықпен айланысып жүріп, жаңағы мынандай қызған темірді мынандай қысқаш пайдаланбай, ол кезде қысқаш деген аспап жоқ екен. Қолымен ұстап, жаңағы балғамен ұрып, қызған темірді ұстай береді екен қолмен. Соны көріп жүрген жаңағы Дәуіт пайғамбардың ученик шәкірті қызған темірді, мен де Дәуіт пайғамбар сені ұстаймын деп, жаңағы қолын күйдіріп алған екен да. Сол кезде Дәуіт пайғамбар айтады екен жаңағы шәкіртіне, сен бар да иттен үйрен дейді екен да. Иттен үйрен деген несі екен деп барып, итті барып бақылайды ғой. Сол кезде жаңағы итке сүйек лақтырады, қараса, ит жаңағы сүйекті мұжып, екі қолын бүйтіп сүйекті бүйтіп ұстайды екен да, жаңағы сүйекті бүйтіп мұжып отыр екен да. Содан жаңағы ойына мынандай қысқаш деген инструмент келеді, жаңағы темірді қысатын. Сол кезде осы қысқашты ойлап табады екен жаңағы Дәуіт пайғамбардың шәкірттері. Сондай бір аңыз бар да енді. Все пайғамбары қазақтар были. Ага. Мынау қандай аспап деп ойласаңыздар, бұл талқы дейді жаңағы. Талқы деген мына, мен қазір отырып көрсетейін. Бұл жаңағы менің әкемнің өзінің ойлап тапқан инструмент. Мынау аяқпен бүйткен кезде мына қысады. Бұрын ана тері қайыс илеу үшін, жұмсарту үшін терін ұстап алады, осымен жұмсарту. Не болмаса, қолың бос болу үшін станок ретінде мұнда ағашты қыстырып қойып, бір қолмен аралауға болады, жаңағы ыңғайлығын келтіріп. Енді бір қызығы осы инструменттің аты талқы ғой. Талқының неше түрлісі болады негізі, басқа да түрлері болған. Қазақта сөз бар, бір нәрсені талқылайық дейді ғой. Иә, талқылайық. Талқылайық деген осы талқа деген сөзден шықты. Одан кейін жаңағы орыстың сөзі бар, талковать деген. Талковать. Мен де осыға мен байланыстырамын, и жаңағы тюркизмдар негізі бүкіл әлем бойынша неткен ғой, жаңағы ағылшындардың talking деген сөз. Талк. Осы талқа деген сөзден шыққан деп ойлаймын да осында. Вот смотри, это для труб получается. Вот мелкие деревья, вот ты что это тиски? Это не то, что тиски, многофункциональные. А вы видели, чья голова это? Собачья голова или волчья? Видите как? Мына мүсін туралы айтып кетейін. О, здесь вообще смотри как. Мына шапырашты руында жаңағы әр рудың өзінің ұраны бар ғой. Арғындарда Ақжол дейді мысалға. Шапырашты Қарасай деп жауға шапқан. Сол кісінің жаңағы мынау бір бүтін ағаштан жасалған, ағаштың несі түбірі ғой. Өзі табиғат өзі құсатып тұр да батырға. Бүйтіп садақ тартып тұрған сияқты. Соны бетін келтіріп жасаған ғой. Мощный. Авторлық жұмыс. Қарасай батыр деп аталады. Ал енді құрметті көрермендер, бұл мұражай кезінде біз осы Ақши ауылында мынау негізі мына ғимарат кезінде бұл мектеп болған екен. 96 жылы біз Алматы қаласынан көшіп келдік. Осы ғимараттың іші тоналып жатыр екен, совет өкіметі құлап, ішін тонап, полын бәрін шығарып, ішіне кірсек есектер жүр,
ғимараттың ішінде. Аха. Соның бәрін жаңартып біз осының ішінде үйіміз болды, осы үйде өмір сүрдік. Кейін жаңа әкеміз қайтыс болып кеткеннен кейін мынаншама жәдігер жаңа кезінде Алматы қаласынан ашқан болатынбыз осы музейді Гагарин көшесінің бойында. Бірақ музей өз-өзін қаржыландыру қиын, бұл бизнес емес қой, жаңа адамдар онша көп ақша бермейді. Содан ана нарық заманына байланысты ояқта музей ұстай алмадық та, осы ауылға келіп ашайық деген арман болғаннан кейін осы өкіметке тапсырып осындай бір мемлекеттік жаңағы мемлекетке өткіздік бәрін. Сол мұражай ашып, жаңа облыстың мәдениет басқармасы бар, жаңа облыстың әкімшілігі бар, көмектесіп әйтеуір осы музейді аштық. Жарайт, рахмет сізге. Күшті музей. Вообще. Күшті музей. Впечатление вообще супер. Мына жерде не? Мастерская жігіттер жұмыс істейді, көресің. Жүріңдер.